Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы дауысты дыбыстардың сипаттамасы, тілдің, еріннің, жақтың қатысына қарай жіктелуі. Сабақтың жоспары: дауысты дыбыстардың сипаттамасы, дауысты дыбыстардың артикуляциялық ерекшеліктері, дауысты дыбыстардың фонологиялық мәні. Тіл дыбыстары тіл білімінің ең маңызды салаларының бірі, фонетиканың зерттеу нысаны болып табылады. Адамның сөйлеу тілі әртүрлі дыбыстардың жүйелі түрде тіркесуінен құралады. Бұл дыбыстардың ішінде дауысты дыбыстар ерекше орын алады, себебі олар буын құрайды, сөздің үндесу заңдылықтарына әсер етеді және сөйлеудің негізгі ырғақтық тірегін қалыптастырады. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар өздерінің артикуляциялық ерекшеліктеріне қарай жүйеленіп, бірнеше негізгі критерий бойынша жіктеледі. Бұл критерийлерге тілдің қатысуы, жақтың ашылу дәрежесі және еріннің қатысы жатады. Әрбір дауысты дыбыс осы үш белгінің бір-бірімен үйлесуінің нәтижесінде пайда болады. Осы жұмыста дауысты дыбыстардың жіктелуінің негізгі принциптері қарастырылады. Сонымен қатар олардың қазақ тіліндегі фонетикалық жүйедегі маңызы мен қызметі туралы баяндалады. Дауысты дыбыстар дыбыстау мүшелерінің бірыңғай толық қатысуынан, фонациялық ауаның кедергісіз, еркін және баяу шығуынан жасалатын дыбыстар. Дауысты дыбыстар фонациялық ауаның көмейде керіліп тұрған дауыс шымылдығына соқтығуынан пайда болған дірілден жасалады. Дауысты дыбыстардың басты қасиеті сөз ішінде буын жасап, дауыссыз дыбыстармен тіркесе алатындығында. Қазіргі қазақ тілінің дауыстылар жүйесі 12 дауысты дыбыстан құралған. Олар А, Ә, Е, И, О, Ö, О, Ö, І дауыстылары. Бұлардың ішінде кейде орыс тілінен енген бізде У, Ә дыбыстарын есепке алмай 9 дауысты дыбыс бар деп айтамыз. Дауысты дыбыстар айтылғанда жақтың, еріннің, тілдің қатысу дәрежесіне қарай ашық, қысаң, еріндік, езулік, жуан, жіңішке болып бөлінеді. Дауысты дыбыстар ауа ағынын жоғарыдан төменге қарай дірілдеуі нәтижесінде пайда болатын дыбыстар. Олардың шығуы ауыз қуысы мен тамақ жолындағы ауаның резонансына байланысты. Дауысты дыбыстардың шығуы дауыс тілінің дірілдеуімен байланысты. Дауысты дыбыстардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Бұл ерекшелік олардың айтылуына қатысатын тілдің, еріннің және еріннің қозғалысына байланысты. Дауысты дыбыстардың айтылуы маңызды факторлардың бірі, еріннің және тілдің қозғалысы. Дауысты дыбыстардың жіктелуі олардың айтылу ерекшеліктеріне байланысты. Әрбір тілде дыбыстардың айтылу өз ерекшеліктеріне ие. Дауысты дыбыстардың артикуляциялық ерекшеліктері. Дауысты дыбыстарды сипаттау үшін үш негізгі артикуляциялық көрсеткіш қолданылады. Бірінші, тілдің қатысына қарай. Тілдің ауыз қуысының қай бөлігі көтерілетініне байланысты жуан дауыстылар тілдің артқа қарай тартылып дөңестенуінен жасалады. Дауысты дыбыстар А, О, И, О. Төрт дыбыс осы жуан дауысты дыбыс деп аталады. Жіңішке дауыстылар тілдің ілгері, алға қарай тартылып жіңішкеруінен жасалады. Жіңішке дауыстыларға Ә, Ö, Ö, І, Е, И дыбыстары жатады. Екінші артикуляциялық ерекшелік ол жақтың ашылу дәрежесіне қарай. Ауыздың қаншалықты ашық болуына байланысты ашық дауыстылар, қысаң дауыстылар деп екі топқа бөлінеді. Ашық дауыстылар жақтың кең ашылуынан жасалады. Оларға А, Ә, О, Ö, Е дауыстылары жатады. Қысаң дауыстылар жақтың тар ашылып, дыбыс қысылып шығуынан жасалады. Қысаң дауыстыларға И, О, Ö, И, У дауыстылары жатады. Үшінші артикуляциялық ерекшелік ерін мен езудің қатысына қарай. Дауыстыларды айтқанда еріннің формасына байланысты еріндік дауыстылар және езулік дауыстылар деп бөлінеді. Еріндік дауыстылар дыбысты айтқанда ерін дөңгеленіп алға қарай созылады. Еріндік дауыстыларға 5 дауысты дыбыс жатады. Олар О, Ö, О, Ү, У дауыстылары. Бұлар еріннің сүйірленуінен жасалады. Келесі езулік дауыстылар.
езулік дауыстыларды айтқанда ерін жиырылады, езуге қарай бағытталады, езу керіледі. Осындай жағдайда езуліктер айтылады. Оларға ә, и дауыстылары жатады. Сонымен қатар қазақ тілінде дифтонгтар деген дыбыстар бар. Олар екі немесе үш дыбыстың бірігуінен жасалған дыбыстар. Олған и, у, я, ю, ё дыбыстары жатады. Мысалы, мы, миз, мия, мия, тыйым, тию, жиын деген сияқты сөздерді мысалға келтіруге болады. Мұнда мы деген кезде мыдан кейін екі дауысты дыбыс мен и екеуі қатар естілгенімен жазылғанда мы бір ғана дыбыс жазылады. Сондықтан бұл жерде ей деген екі дыбыстың қосындысынан жасалып тұрған и дыбысы ол дифтонг болып есептелінеді. Дауысты дыбыстардың айтылуына әсер ететін факторлар. Дауысты дыбыстардың айтылуына сөйлеушінің анатомиялық ерекшеліктері әсер етеді. Дауысты дыбыстардың айтылуына сөйлеушінің дыбыс шығару техникасына қатысты білім әсер етеді. Дауысты дыбыстардың айтылуына сөйлеушінің жалпы тілдік дағдылары әсер етеді. Дауысты дыбыстардың айтылуына сөйлеушінің жалпы физиологиялық жағдайы әсер етеді. Сонымен қатар шетел тілін меңгеру қабілетіне әсер етеді. Дауысты дыбыстарды оқытудың маңызы. Дауысты дыбыстар дұрыс айту, дұрыс сөйлеу дағдыларын жетілдіру үшін маңызды элемент болып табылады. Дауысты дыбыстарды оқыту тілді үйретуде маңызды рөл атқарады. Әрбір дыбысты дұрыс айту сөздің дұрыс қабылдануын қамтамасыз етеді. Дауысты дыбыстарды дұрыс оқыту шетел тілдерін үйренуде маңызды рөл атқарады. Дұрыс дыбыстарды оқыту тілдің және мәдениеттің дұрыс қабылдануын қамтамасыз етеді. Дауысты дыбыстардың фонологиялық мәні. Фонология тіл дыбыстарының мағыналық қызметін, олардың жүйесін, бір-бірімен қарым-қатынасын зерттейтін тіл білімінің саласы. Бұл тұрғыдан алғанда, дауысты дыбыстардың фонологиялық мәні ерекше. Олар тек акустикалық жағынан ғана емес, сонымен қатар сөздің мағынасын ажыратуда, грамматикалық тұлғаларды құрауда, үндестік заңдылығын сақтауда маңызды қызмет атқарады. Дауысты дыбыстар сөздің мағынасын ажыратуда маңызды рөл атқарады. Мысалы, бас адамның дене мүшесі, бес сан атауы. Бұл сөздерде тек дауысты дыбыстардың өзгеруінен мағынасы түгел өзгереді. Сонымен қатар қазақ тілінде сингармонизм заңы бойынша жуан не жіңішке дауыстылардың сөз құрамында белгілі бір заңдылықпен орналасуы тілдің фонетикалық жүйесінің басты ерекшелігі болып табылады. Қазақ тіліндегі кірме сөздердің дауыстыларды көбіне қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігіне бейімдеп айтылады. Мысалы, қазақтың төл сөздерінде кездесетін дыбысы бұл орыс тілінде қолданылады. Орыс тіліндегі мысалы экран, эффект деген сияқты сөздерде кездеседі. Және и, у дыбыстары. Қазақ тілінде әдетте қос дыбыстар немесе дифтонг болып есептелінеді. Олар би деген сөзде жазылады. Бір ғана и дыбысы жазылғанымен екі дыбыс естіледі. Бірақ кірме сөздерде олар дербес дауысты ретінде айтылады. Сондай-ақ ё дыбысы бұл немесе о дыбысына ауыстырылады қазақ тіліндегі сөздерде. Оркестрді мысалы оркестр деп айтуға болады. Қорытындылай келе, қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар сөздің мағынасын, құрылымын, үндестік заңдылығын анықтауда маңызды рөл атқаратын тілдік бірліктер. Олардың артикуляциялық сипатын зерттеу арқылы әр дыбыстың қалай жасалатынын, дыбыстау мүшелерінің қандай қызмет атқаратынын нақты білуге болады. Дауысты дыбыстарды тілдің қатысына қарай жуан жіңішке, жақтың ашылу дәрежесіне қарай ашық қысаң, еріннің қатысына қарай еріндік, езулік деп үш негізгі критериймен жіктеу қазақ тілі фонетикасының ғылыми жүйелілігін көрсетеді. Бұл жіктеу арқылы сөз құрамындағы дыбыстардың үндестігі мен үндесу заңдылықтары айқындалып, орфоэпиялық және орфографиялық ережелерді дұрыс меңгеруге негіз қаланады. Сондықтан да дауысты дыбыстардың фонетикалық табиғатын терең түсіну
тіл мәдениетін арттырып қана қоймай, сауатты сөйлеу мен жазудың да негізгі алғышарттары болып табылады. Сонымен қатар, сөйлеу тілінің бұзылыстарының алдын алу үшін, анықтау үшін және оларға түзету жұмыстарын жүргізу үшін де осы тіл біліміндегі дыбыстар жүйесін, соның ішінде дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстар жүйесін білудің маңызы ерекше. Міне бүгінгі дәрісімізде айтылатын мәселелер осы толық қамтылды. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.